Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында күтірлеп тұратын, яғни қытырлап тұратын қатпарлы самсаның рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көре алатын боласыздар. Енді самсаның қамырына кірісетін боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды салып, суымызды құйып, және дәміне қарай тұзымызды, сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте үстіне илеуіштен өткізілген ұнымызды қоса отырып, қасықтың көмегімен араластырып, одан соң қолдың көмегімен араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Бізде тығыздау қамыры қажет болуы қажет. Ұнның құрамын толықтай жазбадым, себебі ұнның тығыздығына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз неғұрлым июі қанса, соғұрлым оңай жайылады және әдемі болып, теп-тегіс болып шығатын болады. Мінекей қамырымызды илеп, енді маечкаға салып алып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Ал оған дейін біз сары майымызды ертіп аламыз. Сары майды осылай қайнағанша отта ұстайтын боламыз. Біздің қамырымыз міне июі қанып, әдемі болып дайын тұр. Енді екіге бөліп алып, екі зуала қылып алып, қамырымызды жаятын боламыз. Кішкене ұнымызды себе отырып, қолымызбен осылай видеодағыдай жасап аламыз. Содан соң оқтаудың көмегімен қамырымызды жаятын боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ, керемет болып шығады, сондықтан оңай жайылады. Ұнды себе отырып, қамырымызды жаямыз. Оқтаудың екі шетінен баса отырып, қамырымызды жаямыз. Сол кезде тегіс, шет-шеті қалың болып қалмай, әдемі болып шығатын болады. Қамырымызды жұқалау қылып жаямыз, себебі қамырымыз неғұрлым жұқа болса, соғұрлым қатпарларымыз әдемі болып шығатын болады. Мінекей достар, жұқа қылып қамырымды жайып алдым, астынан сызықтары көрініп тұр. Енді үстіне суытылған, ерітілген сары майымызды қосып, қолдың көмегімен жақсылап жайып, тегістеп аламыз. Ескертетін бір жайт, майды сразу орай салмаймыз, сәл 10 минутқа қалдырамыз, кішкене қатқаннан кейін барып орайтын боламыз. Барлығын бір тегіс қып орап аламыз. Видеодағыдай айналдырып, осылай дайындап аламыз. Енді холодильникке жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырып аламыз. Екінші зуаланы да дәл солай жұқалау қылып жайып, майымызды арасына қосып, арасын кептіріп, содан кейін барып орап алдым. Мінекей бізде 2 зуала осындай қамырымыз пайда болды. Ендігі кезекте біз начинкасына кірісетін боламыз. Ол үшін тартылған етке пиязды қосамыз. Және дәміне қарай тұзымызды, қарабұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Қолымызбен мыжғылап, жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымыз дайын, бізде морозильникте осылай қатып, арасы әдемі болып шығады. Видеодағыдай бөліктерге бөліп, қолымызбен осылай мыжып, домалақ қылып алатын боламыз. Сонда жайылғанда арасы қатпарлы болып, әдемі болып көрінетін болады. Мен барлығын осылай кесіп алдым. Қалған қамырлардың бетін жауып, шетінен қамырымызды жаямыз. Мінекей достар, арасын қарасаңыздар, қатпарлары көрініп әдемі болып тұр. Енді арасына начинканы салып, видеодағыдай түйіп аламыз. Қалауларыңыз бойынша әртүрлі қылып түйсеңіздер болады. Мен ең оңай тәсілін жасадым. Тағы да көрсетіп өтейін. Мінекей видеода толық көрініп тұр. Арасы қатпарланып, әдемі болып шығатын болады. Барлығын мінекей осылай түйіп аламыз. Біздің қамырларымыз оңай жайылады, ешқандай ұн себудің қажеті жоқ.
арасына начинкасын салып, осылай түйіп шығатын боламыз. Арнайы формамызға салып, пергаментный бумаганы төсеп, осылай бетіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүтті қосып жағып алатын боламыз. Біздің самсаларымыз сап-сары әдемі болып шығатын болады. Қалауларыңыз бойынша бетіне кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Өте әдемі көрінетін болады. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. 180 градуста қызарып піскенше ұстайтын боламыз. Мінекей достар, біздің самсаларымыз дайын, өте дәмді, қатпарлы, күтірлеп тұратын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар. Қазақша контентті қолдап, видеоларым ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.